Сәлем достар, екі квадраттың қосындысын калькуляторсыз және бағансыз қалай ауызша шешуге болатынын қарастырамыз. 2020-ның квадраты қосылған 1980-ның квадратын есептеу керек. Ол үшін 2020-ны 2000 қосу 20 түрінде аламыз. Сонда 2000 қосылған 20-ның сыртында квадраты болады. Ал 1980-ді 2000 азайтылған 20 түрінде аламыз. Сонда 2000 азайтылған 20-ның сыртында квадраты болады. Енді 2000-ды x деп, 20-ны y деп белгілеу енгізіп аламыз. Осы белгілеулер бойынша мынадай өрнекті аламыз. X плюс y-тің квадраты қосылған x минус y-тің квадраты. Бұл қысқаша көбейту формулаларына келеді. Қысқаша көбейту формулалар бойынша ашып жазамыз. Сонда бірінші жақшадан x квадрат плюс 2xy плюс y квадрат шығады. Ал екінші жақшадан x квадрат минус 2xy плюс y квадрат шығады. Бұл жерден плюс 2xy пен минус 2xy қысқартып жібереміз. Сонда бізде қалады 2x квадрат плюс 2y квадрат. Енді бізде ортақ 2 деген санды жақшаның сыртына шығарып тастаймыз. Сонда жақшаның ішінде x квадрат плюс y квадрат қалады. Енді x пен y-тің мәндерін осы жерге әкеп қоямыз. Сонда 2 көбейтілген жақша ішінде 2000-ның квадраты қосылған 20-ның квадраты болады. Енді 2 көбейтілген жақша ішінде 2000-ның квадраты бізде 4 миллионды береді. Жазылған 4 миллион деп, плюс 20-ның квадраты бізде 400-ді береді. Енді мына өрнекті есептейтін болсақ, бізде 8 миллион 800 деген жауап шығады екен. Сонда 2020-ның квадраты қосылған 1980-ның квадраты бізде 8 миллион 800 мыңды береді екен.